Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Құралбаев. Достар, видео түсірмегелі көп болып кетті. Сондықтан сендерге бір керемет приложение тапқан болатынмын. Ол приложениеден көп күндер бойы ақша тапқан болатынмын. Сол приложениеден бүгін сендерге ақша шығарып көрсететін боламын. Және де кішігірім обзор болады сол приложение туралы. Егер де каналыма тіркелмегендер болса, арнамға тіркеліп кетіңдер, лайкты басыңдар, комментарийларыңды қалдырып кетіңдер. Ал ендеше біз көп созбай бастайық. Бұл приложение Surfbee деп аталатын приложение. Бұл приложениенің ссылкасы міндетті түрде описанияда болады. Бұл приложениенің ерекшелігі қалай ақша табуға болады. Бұл приложениеден сендер видео көру арқылы ақша табасыңдар және сайтқа посещение арқылы ақша таба аласыңдар. Бұл приложениенің отзывтары өте керемет. Ақшаны басқа адамдар шығарып жүр, осымен ақша барлығы тауып жүр. Міне достар, бұл жақта доллармен төлейді, ал астында рубльмен қанша ақшаңыз бар екен көрсетіп тұрады. Анығырақ өз приложенияға кіріп көрсетейін. Мінекей достар, біз осы приложенияға кіргенде осындай окошко көреміз. Осы окошкадан мына жерде заданиялар шығып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай начать деп тұр. Бұл заданияны орындау үшін начать деген кнопканы басамыз. Посещение дейді. Посещение дегеніміз белгілі бір уақыт ішінде сіз кіресіз осы сайтқа. Сіз сол үшін міне сіздерге посещение завершено деп тұрады, уақыт біткен соң. Сосын сізге осыншама ақша беріп отырады. Назад дегенді басамыз. Сосын екінші заданияға кіреміз. Начать деп басамыз. Бұл да посещение екен. Бұл жерде 10 секундқа кіреміз. 10 секундтан кейін бізге ақшаны беретін болады. Мінекей достар, бізге өз ақшамызды берді. Мынақта тағы да бір посещение бар екен, 60 секундтық. Ол заданияға кіру үшін начать деген батырманы басамыз. Міне мынақта көріп тұрғандарыңыздай таймер тұр. Осы таймер біткен кезде бізге ақшамызды беретін болады. Достар, мына жерде 60 секундтық видеоларда посещениеда, яғни осындай изображение табу керек болады. Мынақта колясканы тап деп тұр. Колясканы табу керек бізге. Міне коляска мынақта тұр. Колясканы суретін басып жібереміз. Сосын біз изображениені дұрыс тапқан соң бізге ақшамызды беретін болады. Сосын назад деген кнопканы басып шығамыз. Обновить етеміз. Заданиялар таусылды. Енді бұл заданияларды қалай көп шығаруға болады десеңіздер, бұл жерде рейтинг деген болады. Рейтинг деген. Өзіңіздің рейтингтеріңізді көбейткен сайын, яғни рейтингті қалай көбейтеді. Рейтингті сіздер постоянно осы видеоларды көріп ақша тапсаңыздар, сіздерге рейтингтеріңіз көбейеді және рейтингтеріңіз көбейген байланысты заданияларда көп келіп отырады. Мынақта текущий доход деп тұрады. Сіздің рейтингіңіз көбейген сайын 1%-ға көбейіп отырады. Ақшаңызда 1%-ға көбейіп отырады. Мынақта личный доход сегодня деп тұр, яғни бүгінгі тапқан табысымыз, бағана тапқан. Осындай данылар көрсетіп тұрады. Мынақта настройки, өзіңіздің аккаунтыңыз, кабинетіңіз, яғни заданиялар, яғни достар, уведомление арқылы келіп тұрады. Осындай 3 задания доступно деп, 4 задания, 8 задания доступно деп шығып тұрады. Сол арқылы ақша таба берсеңіздер болады. Енді достар, ақшамды шығарып көрсетейін сіздерге. Ақшаны шығару үшін мынақта кошелек деген кошелектің суреті тұрса, кошелекті басамыз. Бұл жерде осы жерден ақшаны шығара алмайсыздар, сіздерге интернет арқылы ақша шығарасыздар.
Ссылка будет открыта в браузере дейді. Интернет арқылы ақша шығарасыздар. Жинаған ақшаларыңызды. Міне достар, счет вывести средства деп тұр. Payer'ді басамыз. Мен Payer'ға шығарым келген. Енді Payer'ға у нас на кошельке закончилось средства дейді. Онда мен Kiwi'ға шығаратын боламын. Kiwi номерімізді жазайық. Мынақта комиссия ұстайды 0,01 доллар. Так. Кошелегімізді жазып болған соң продолжить дегенді басамыз. Достар, міне біз ақшамызды шығардық. Достар, осы видео сендерге ұнаған болса, үліпімізді аямайық, лайкты басайық, жақсы комментарийларды қалдырайық. Егер арнама тіркелмегендер болса, арнаға тіркеліп кетейік. Сендермен бірге болған мен Құралбаев. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.